Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шоколадты творог қосылған өте дәмді пирог дайындаймыз. Алдымен еріп тұрған сары майға қантты салып миксерлейміз. Жұмыртқа саламыз. Құрғақ ингредиенттерді бөлек араластырып аламыз. Ұнға қопсытқыш какаоны салып, араластырып, біздің жұмыртқалы массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра салып, алдымен миксерлейміз. Онан соң қолымызбен жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкен, бір бөлігі кішкентай болғаны дұрыс. Үлкен бөлігін астына, яғни пирогтың астына қолданамыз. Кіші бөлігін пирогтың үстіне дөңгелектеп қою үшін қолданамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырдың үлкен бөлігін видеодағыдай етіп, жанына бортиктарды көтеріп, жайғастырып аламыз. Салмасын дайындаймыз. Творогқа қант, жұмыртқа, қаймақты салып, блендермен араластырамыз. Творогымызды құйып, қамырдың кішкентай бөлігінен видеодағыдай осылай дөңгелектеп, біздің творогтың бетіне салып шығамыз. Пирогты 170 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, міндетті түрде пирог толықтай піскенше қарап тұрыңыздар. Пирог өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар.